Армысыздар, құрметті көрермендер, Келінжанның 5-ші бөлімі қалай түсіріліп жатыр? 5-ші маусымдағы қызықтар Instagram парақшада бөліскен екен. Актерлар сіздерге де соны ұсынамын. Ерте тұрдым да мен съемкаға баруым керек болды. Тезірек жиналып болып өйткені как всегда ұйықтап қалдым. 15 минутта боламын деді, водитель дайын отырды. Сонымен максималды 2 иіспен дайындалдым. Сөйтіп сонда да завтрагымды ішіп алайын дедім, өйткені кеше қалған кофе бумнан қалған. Сэндвичім бар ма, өзіме собой алып кеткен, сонымен шай ішіп алдым. Сосын шықтым, мынау лифттен шығып келе жатырмын. Сөйтіп өзім де асығып шықсам әлі нем келмеген екен, водитель. Мынандай пейзаж болды бізде ауылға баратын жолда. Бізге деген Әсел Сағатова деген мынандай күшті тәттілер әкеліпті. Неге қандай жұмыс істейтін қыздарға құйым костюмер, гример дегенге. Бізде арасында жеп алайық. Мен мысалы тивик жақсы көремін деп өте. Өзім боянып барамын ғой, бірақ бұларға менің макияжым ұнамайды, сосын қайтадан бояндырады. Отырдым. Съемочный площадкада ең зиян жоқ екі адам. Дым-дым. Звукты тағат болып жібереді. Қайта шешіп алады. Қадым демейді. Ан жақта тұр арыстандар. Жепері костюм отыр. Мынау құдай бере салған чемодан болса екеуіне бердім. Менікі емес. Я, менікі емес болса өздері ақтарып керегін алып алады. Қалдым. Неде артырдың, а? Мына жерде Қылыш пен Айсараның съемкасы болып жатыр. Біз обедке барады. Қасында Рүстем аға. Обедке барып тамаққа тойып аламыз. Біз обедке келдік. Обед жейін жатыр. Мына жерде умывалкаға очерт. Қол жумай отыра береміз. Обед күтіп тұрма, обед күтіп тұрма. Ей, қайда кетті обед деп. Болсаңдаршы тез. Міне мынау редактор қыз біздің өмір сөз жақпайды. Түріне қарасаң кәріске ұқсайды, бірақ қазақи бүгін обедке суп. Қандай суп? Фруктовый. Фруктовый суп бар. Лучший режиссер маяқта отыр. Жоқ, біздің художник емес бұл кісілер. Ай, күшті болып киініп жүретін еді. Орамал тағып алдым. Ертең сөз барасыз? Өмірде сен түсінген. Мен түсінген нәрсе қымбат, бірақ салмайын. Мынау қарашы құбынайда ішінде құрттар болады дейді ғой. Менің пижамым сол. Мынау домашний лук. Просто сексуальный пижама жоқ екен. Енді шыннан көрде өстіп отыратынсыз ба? Бұл айна ұрып отыратын. Даже әдем отыратын. Бұл 7-ші майық съемка болатын тұғын, сондықтан аяғысынан гүл әпше келді. Жігіттерге осындай подарка берді, қыдырыңдар деп. Сосын мен маки-маки заказ бердім 7-ші майға қарсы. Білесіздер, мен маки-макидің амбассадор екенмін. Осындай подарка жіберді бізге съемочный площадкаға. Маки-макиға рахмет. Осындай образменде бетімді қайтадан дұрыстап әрлеп жатыр. Бізде съемка бітті, менде бітті именно. Қылыш қайда? Әлі біреулерде бар деп. Бізде бәрі көп бізде. Я кімге түсіріп алайын мен? Айдана спасибо за съемку деген түсіріп алайық та. Барым. Жабыстырып алдым, себебі салқын жер деген жаман өтеді. Екі носки киіп алып отырмын. Серый носки кір деп ойлап қойып жүрмеңіздер. Бүгін бізде ужинда Французский макароны. Французский макароны. Следующая сцена номер 11.1. Айдана, спасибо за смену. Сен танып қалған не болды? Шынды ма? Какая разница, он қыз үйіне келіп тұрмайды ғой? Какая разница?